Ал. Достар, біз кезекті производстводамыз. Қараңыздар, бізде кішкене задержка болып жатыр. Сөйтсе көп адамдар ойлайды екен, біз клиенттердің ақшасын алып, диванда жатыр деп. Олай емес. Бізде производствода бас аяғы 30 адам жұмыс істегендіктен, бір адам жұмысқа шықпай қалса болды, бізде уже задержка басталады. Сондықтан бүгінгі жұмыс процесті көрсетейін. Мына жерде лестницаны кесіп дайындап жатыр. Мына жерде уже дайын ламелі жабысқан лестницаларды дайындайды үшкіркіге. Одан кейін мына жерде міне мына жерде үшкіркілері жасалынады. Біреу ұстап тұрасың міне. Одан кейін мына жерде уже міне краскіге дайын. Бұл жерде уже краскілейді. Мына жақтың бәрін көрсетші бер. Мына жерде де краскілейді. Мына жерде бізде кептіреді. Мына жерде міне лестница, мынау бізде корпусный мебельдердің фасадтары. Осылардың барлығы міне. Енді одан бөлек келесі цехты көрсетші берейік. Енді ақыры обзор көрсеттік барлығын. Давай мына жақ бер. Біздің цехтің мына жағынан кіріп, мына жағынан шығасың ғой. Мына жерде де дайындап жатырмыз. Бұл жерде бізде мына станоктарды әкеп қойдық. Қазір бұлардың орнын реттейміз. Бұл бізде ең мынандай черновой ағаштар бар ғой, кепкен. Осыларды өңдейтін цех қой. Бұндай ағаштарды мынандай станоктар болмаса, жай кішкентай станоктар кесе алмайды. Мынаның барлығын қоямыз, бүгін орнын аластырамыз. Мына жақта міне, бұл жақта нағыз хайбай ғой. Мына жақта парлондап жатыр, міне карказдар. Мына жақта карказдар жасалады. Бұл бізде диван жасайтын цех қой, міне қараңыздар, мына жерде кезекті дивандар жасалынып жатыр. Мына диван өте мощный диван болады, біткен соң көрсетеміз. Енді мына жақта бізде корпусный мебель, міне дивандар үстіп дайындала береді. Мына жерде бізде корпус, мынау бір клиенттікі. Бүгін апарамыз, мынау тоже кухня гарнитур. Бұның фасадын дайындаймыз. Корпусын апарамыз да ілік боямыз, одан кейін ары қарай фасадын жасаймыз ғой. Осы сияқты жұмыстар бізде тоқтаусыз жүріп жатады ғой.